Достар, GTA деген ойынды ойнамаған адам жоқ шығар. Барлығымыз да білеміз бұл керемет ойынды, барлығымыз білеміз бұл ойынды не істеуге болатынын. Жалпы мен GTA ойынының, яғни соны жасайтын Rockstar компаниясының фанатымын. Мен барлық GTA-ның бөлімдерін ойнап көрдім. GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5 барлығын да ойнап көрдім. Осылардың ішінде тек GTA 4 пен GTA 5-ті толықтай ұтып шықтым. Ал ескі Vice City, San Andreas-ты әлі күнге дейін соңына дейін ұтпадым. Неге екенін айтайын ба? Жалпы мен кішкентай кезімде GTA-ны не үшін ойнағанымды айтайын ба? Жай машина айдау үшін, жай адамдардың бәрін қырып, атып, қалада хаос жасау үшін. Иә, шынына керек, айтындаршы, бәріне де қызық болды ғой GTA-да неше түрлі мағынасыз заттармен айналысу. Сол менде бала кезімде GTA Vice City'де бірінші рет үлкен қаласы бар, үлкен мүмкіндіктері бар ойынды көргесін, сол мүмкіндіктерді қолдана бастадым. Ал ойынның миссиялары, тапсырмалары жайына қалатын болатын. GTA San Andreas'қа келгенде мен кодтармен қызыға бастадым. Миссияларда бұл ойында жайына қалды. GTA San Andreas'та естерінде болса кодтар өте көп болды. Сол кодтар арқылы ойында неше түрлі қызықты заттар жасауға болатын. Мен сол кодтардың бәрін жазып, қызығып ойнаған болатынмын. Тек GTA 4 шыққан кезде мен кішкене болсын өсе бастадым. Және ойындарда, миссияларда қызық екенін түсіне бастадым. Сол себепті мен GTA 4 пен GTA 5-те көбінесе миссияларды ойнағанды ұнаттым. Өйткені әсіресе осы екі бөлімде, яғни GTA 4 пен GTA 5-те миссиялар өте қызық. Ал бірінші және екінші GTA-ның бөлімдерін мен бір-екі рет ойнап тастап кеттім. Себебі ойын өте қызық емес, шамалы болды. Геймплей жоғарыдан көрсететін. Ол бөлімдерді біреулер вообще білмейді. Көбісі үшін GTA 3-ші бөлімнен кейін атақты бола бастады. Мен GTA 3-де толықтай ұта алмадым. Өйткені ойын ондай қатты қызық емес болды маған. GTA 3-ке қарағанда меніңше GTA Vice City қызығырақ, ашығырақ, жайлы көрінеді. Достар, өздеріңіздің ұнайтын GTA-нызды комментарияға жазып кетіңіздер. Мен барлық комментарияларды оқимын және ұнаса лайк басамын. Сіздер де бұл видеоға лайк басыңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.